Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Зейін онлайн және бүгінгі өтетін сабақ ол Африканың жер бедері және пайдалы қазбалары. Жалпы Африка материгінің көпшілік бөлігін гондваналық платформа алып жатыр. Абсолюттік негізгі бөлігі Африканың ол абсолюттік биіктігі 200-ден 1000 метрге дейін жететін жазықтар, қыраттар және үстірттер мен таулы үстірттерден тұрады осындай Африка. Айыр Дарфур деген картадан көрсеңіздер болады. Айыр Дарфур ол ежелгі кристалды жыныстар жоғары көтеріліп, қатпарлы, жақпарлы қалдық таулар ол Айыр мен Дарфур. Ал тік жарлы Ахагар Тибести мен алдарыңызда тұр. Тік жарлы осындай таулы қыраттар ол Ахагар және Тибести. Ойпаттар Африкада өте аз, ол материктің тек жағалық бөлігіне ғана сәйкес келеді. Мысалы, Гвинея, Конго деген жағалық бөліктеріне сәйкес келеді. Ал континенттік шөгінділер, ол яғни шөгінді пайдалы қазбалар көп, Чад, Конго, Калахари кезінде қалыптасқан жерлер. Кайнозой эрасында Африкада көтерілген ол Африка-Арабия литосфералық плиталарының бір-бірімен соқтығысуынан Арабия Африкадан бөлініп Қызыл теңіз пайда болды. Сол Қызыл теңізден басталған тектоникалық жарылыстар жүйесі аталады. Ол Африка жарылыстар деп аталады. Ол Африканың шығысын бойлай солтүстіктен оңтүстікке 6500 километрге созылған. Ал ертеректе Жанартау атқылаудың ірі орталығы болған. Сол Айдахар таулары және Кап таулары, олар Үнді мұхитына қарай сатыланып биіктейді. Міне алдарыңызда тұрғандай. Енді оңтүстігіндегі палеозой эрасында көтерілген Кап таулары ол үгілу нәтижесінде аласарып бірнеше үстірттерге айналған. Ал солтүстік батысында Африканың ол Атлас таулары орналасқан. Ол Атлас таулары Кайнозойда көтерілген жас қатпарлы таулы аймақ болып келеді. Шамамен биіктігі орташа биіктігі 4000 метр. Енді пайдалы қазбалары. Африкада жалпы пайдалы қазбалардың түрі көп, мол таралған. Мысалы, платина, алтын, алмастың ірі қоры ол оңтүстік Африкада уран, Сахараның орталық бөлігімен Намиб шөлінде шоғырланған екен. Магмалық жыныстар ол қара және түсті металдар, мыс, мырыш, қалайы, уран, алтын, алмастың мол қоры бар. Ал кобальт пен мыс ол Африканың орталық бөлігіне таралған. Мұнай мен газ ол Жерорта теңізі жағалауы мен Гвинея шығанағында. Фосфориттің аса ірі қоры ол Атлас тауларында, оңтүстік Африкада, Атлас тауларында, ал оңтүстік Африкада көмірдің мол қоры бар. Енді Африканың климаты. Африкада қандай климаттық белгілері бар екен? Ол міне экваторлық климат. Қазір көрсетейін. Міне экваторлық климат. Одан кейін міне субэкваторлық климат. Одан кейін тропиктік климат міне солтүстік Африкада және міне оңтүстік Африкада. Және субтропиктік климат. Осы климаттық белдеулер Африкада кездеседі екен. Африкада жауын-шашын ең көп жауатын жер ол Дебунжа қаласы, жылына 10470 мм, яғни жалпы әлемде жауын-шашын жауатын ең көп жер ол Черапонжи болса, ал Дебунжа қаласында 10470 мм, ол екінші көрсеткіш екен. Экваторлық климаттық белдеу ол Конго өзені алабының экватор бойындағы бөлігі және Гвинея шығанағы жағалауын алып жатыр. Қайтадан климаттық белдеулерге сипаттама берудің қажеті жоқ, себебі оны Евразияда түсіндірдім, оңтүстік Америкада түсіндірдім. Дәл сондай табиғат жағдайлары ол осы Африкада. Субэкваторлық және тропиктік климаттық белдеулер ол экваторлық белдеуден 2 жарым шарын 20 градус ендіктеріне дейінгі аралықты және Мадагаскар аралының солтүстігін қамтиды екен. Тропиктік климаттық белдеу ол жер шарындағы ең ыстық, ең құрғақ және ең үлкен Сахара шөлі осы тропиктік климаттық белдеуде орналасқан. Осы Сахара шөлінде жазда жиі құмды дауылдар болып тұрады. Сол құмды дауылдарды біз атаймыз самум желдері деп. Қызған ауаның қозғалыстары әрекетінен бізде сондай оптикалық иллюзия пайда болады. Ол оптикалық иллюзияны атайды сағым деп атайды. Келесі субтропиктік климаттық белдеу ол
жазда тропиктік климат, қыста қоңыржай массалар, жазғы ыстық құрғақ болады, плюс 28 градус Цельсий, ал қысы плюс 10 градус Цельсийге дейін температура түседі. Жалпы Африкада деген немесе қарды табу Африка материгінен ол өте қиын. Кейде 10 жылда, 20 жылда бір рет, 1-2 күнге ғана осындай қар түсіп тұрады, ал негізінен Африкада қар табу мүмкін емес деп айтуға болады. Енді Африканың өзендері мен көлдері. Африкада жалпы өзендер және көлдер тараған жер ол экватор маңы. Мына жерді көрсек болады, экватор маңы, және мынау Африканың оңтүстік шығыс бөлігі. Материктің өзендердің 1/3 бөлігі ол ішкі тұйғалапқа жатады, яғни жалпы ол өзендер ешқандай мұхитқа құймайды, сол Африкада басталады және Африкада аяқталады деп айтуға болады. Ірі өзендеріне Африканың ол әрине Ніл, Нигер, Конго және Замбези өзендері жатады екен. Ары қарай Нілге тоқталайық жеке. Ніл ол жер шарындағы ең үлкен өзен, айттық, ұзындығы 6671 километрді құрайды. Шығыс Африка таулы үстіртінен ол басталады. Басталғанда ол аталады Кагера деп, яғни Кагера ол Нілдің бастауы болып табылады. Бірнеше салаларды қосып алып, молайған өзен жазыққа шыққанда ол аталады Ақ Ніл деп аталады. Ал мынау Хартум қаласында мұны картада көрсеткен Көк Нілмен бірге қосылып, жалпы Ніл деген атқа ие болады, сөйтіп жерорта теңізіне құяды екен. Келесі Конго өзен немесе Заир деп атайды. Ол Африканың ең мол сулы өзені. Шатастырмау керек, Африканың ең ұзын өзені ол Ніл, ал ең мол сулы өзені ол Конго немесе екінші аты Заир деп атайды. Су жинау алабы мен суының молдығы жағынан дүние жүзінде екінші орын алады, Амазонкадан кейін, және Конго бірден-бір ірі өзен, ол экватор сызығын 2 рет кесіп өтеді екен. Міне Конго өзені. Экватор сызығын 2 рет кесіп өтеді және қояды Атлант мұхитына. Африка өзендерінің көбісі сарқырамалы болып келеді, шоңғалды сарқырамалы дейді, гидроэнергетикалық ресурстарға бай Африка өзені. Енді Африканың негізгі көлдері. Африканың негізгі көлдері, яғни көбісі ол көлдерін орналасқан шығыс Африка жарылыстарының бойында, яғни мына бөлікте орналасқан. Ең терең Танганьика ол айттық 1470 метр, ені 50-80 километр, ұзындығы 650 километр болады. Ал ең үлкен көлі ол Виктория көлі. Викторияның ауданы 68 000 километр квадратты құрайды, тереңдігі болса 80 метрді құрайды екен. Ал Чад деген көл, ол ең таяз көл болып есептеледі, оның тереңдігі тек 4-7 метр, яғни кейде жаз айларында буланушылықтың мол болуына және ылғалдың жетіспеуінен оның тереңдігі 4 метрге дейін азаяды, ал ылғал көп айларда оның тереңдігі қайтадан 7 метрға дейін ұлғаяды екен. Енді Африка жерасты сулары. Африка жерасты суларына өте бай. Өзендер сирек таралған құрғақ аудандарда жерасты суларының мол қоры кездескен. Әсіресе ол Сахара, Судан және Калахариде өте көп мөлшерде жерасты суларының қоры анықталған екен. Шұраттар Африкада өте көп таралған. Шұраттар былайша айтқанда оазис деген мағына білдіреді, яғни жерасты суы жақын жерлерде сондай өсімдіктер өседі, және негізінен мысалы алатын болсақ, Сахарада су кездеспеу керек жердің бетінде, бірақ жерасты суының осы жерге осындай жақын болғандықтан міне осындай жануарлар және өсімдіктерге ол өте пайдалы болады екен.